Сәлем достар. Жазда тек телефон шұқылап немесе ұйықтап қана уақыт өткізе беруге болмайды. Жаз мезгілінде сендерге жасайтын 3 пайдалы істі ұсынайын. Кеттік ендеше. Біріншісі кітап оқу. Күніне кемінде 10 бет кітап оқысаң, миың жақсы жұмыс істейді, және де ойың дамиды. Екіншісі сурет салу, қолөнермен айналысу, домбыраға қатысу немесе спортпен айналыссаң болады. Велосипед айда немесе басқа да істермен айналысуға болады, яғни әртүрлі кез келгені жарай береді. Үшіншісі таза ауада серуендеу. Күнде таза ауада серуендеу керек. Денсаулығың мықты, көңіл күйің керемет болады. Сен де осы үшеуін жасап көр. Саған қайсысы ұнайды? Пікірге жаза кет. Бұл білім қалашығы. Келесі видеода кездескенше.